2019-2020 оқу жылының 4-ші тоқсанында барлық еліміздің білім беру мекемелері қашықтан оқыту жүйесіне ауыстырған болатын. Ақсай қаласының номер 1-ші мектеп балабақша кешенінде 742 оқушы және де мектеп даярлық тобының мектептегі және балабақшадағы бүлдіршіндері қашықтан оқыту жүйесіне көшірілді. Қашықтан оқыту сабақ кестесі бойынша тапсырмаларды беріп, оқушылардың өздігінен игеруі. Қашықтан оқытуға мектеп дайындық жұмыстарын жүргізді. 38 оқушы, 15 мұғалім компьютерлермен жабдықталды. Жомарт жандардың көмегімен 4 оқушыға смарт телефондар берілді. Оқыту платформасын анықтау үшін әр отбасының мүмкіндіктері ескерілді. Мәліметтер алынды. Мектеп мұғалімдерінен құрылған қайырымдылық қордан оқушылардың ұялы телефондарына бірліктер салынып, 32 отбасына көмек көрсетілді. Қашықтан оқыту барысында Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі ұсынған платформалардан мұғалімдер оқушылар үшін тиімдісін күнделік KZ, WhatsApp, Білім-ленд арқылы күнделікті сабақтарын өткізді. Зертханалық жұмыстар және практикалық жұмыстар жүргізілді. Факультативтік сабақтар да кестеге сәйкес өткізілді. Ата-аналар тарапынан бақылау күшейтіліп, оқушылардың сабаққа қатысы дайындығы жақсы болып, білім сапасы артты. Мұғалімдермен жүйелі жұмыстану барысында ортақ электронды почта ашылды. Оған мұғалімдер сабақ жоспарларын, білімді жиынтық бағалау және 90-дық жиынтық бағалау кестелерін осы электронды почтаға салып отырды. В период дистанционного обучения была оказана методическая помощь на платформах bilimland.kz, приложение Zoom, Күнделік KZ, Дарын KZ и других электронно-цифровых ресурсов для учителей и предметников, учащихся и их родителей. Было снято 12 видеоинструкций и звуковых сопровождений. Қашықтан оқытуға байланысты ұстаздарды әдістемелік қолдау мақсатында Zoom платформасы арқылы түсіндіру жұмыстары, әдістемелік ұсынымдар айтылды. Сонымен қатар әлеуметтік желілер арқылы жұмыстанудың алгоритм қадамдары ұсынылды. Әдістемелік жұмыс жоспарына сай ұстаздар арасында сабақтың үздік контенті байқауы өтілді. Байқауға 10 мұғалім қатысып, үздіктері марапатталды. Жұмыс жоспарына сай дене шынықтыру, жаратылыстану және бастауыш орыс сыныбының апталықтары өткізілді. Апталықтардың жұмыс жоспары жасақталып, түрлі шаралар оздырылды. 25 мамыр күні жыл қорытындысы бойынша мұғалім шеберлігі ізденіс нәтижесі атты педагогиялық кеңес өткізілді. Номер 1 мектеп балабақша кешенінің балабақшасында 11 топ жұмыс жасайды. Онда 240 бала тәрбиеленуде. Елімізде алған ахуалға байланысты оқу тәрбие жұмысы қашықтық форматта ұйымдастырылды. Видео слайд, видео жазбалар арқылы WhatsApp группасында ұйымдастырылып отырды. Ата-аналармен, балалармен кері жұмыс осы форматта ұйымдастырылды. Сонымен қатар тәрбие жұмысы 1 мамырға, 9 мамырға сүгірет көрмелер арқылы ұйымдастырылды. Облыстық тілдер басқармасының ұйымдастыруымен өткен қашықтық байқауға біздің бүлдіршіндер қатысып, ертегілер елінде байқауына қатысып, 3-ші жүлделі орынға ие болды. Оқу жылын аяқтағанда қорытынды ата-аналар жиналысы қашықтық түрде өткізілді. Обучался дистанционно предшкольный коррекционный класс, и 2 учащихся обучались по индивидуальному обучению на дому. Учителя начальных классов реализовали различные формы уроков и дистанционные технологии, которые помогали ученикам в освоении материала. Ученики активно работали, была тесная связь с родителями, которые помогали детям. Несмотря на то, что дистанционное обучение только входит в нашу жизнь, оно по праву действует быть одной из важнейших частей обучения. Сіз берген білім адамзаттың қаш жауы дегендей. Қашықтан оқыту кезінде мектепшілік, аудандық конкурстардың барлығы да ұмыт қалған жоқ. Атап айтатын болсақ, мектепшілік Әл-Фарабидің 1150 жылдығы және Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына арналған жобалар, сонымен қатар біз таланттар іздейміз жобасының қорытындысы онлайн түрінде жүзеге асырылып, бас жүлдемен 1-2 орынды дипломдармен марапатталды. Сонымен қатар ата-аналар жиналысы мен сынып жетекшілер жиналысы да ұйымдастырылып отырды. Әрбір өткен шара әлеуметтік желілерге жарияланып та отырды. Жыл қорытындысы бойынша сынып жетекшілеріміз
яғни үздік сынып жетекші атанған Айжамал Шарифоллақызы Кенжалиева мен Анжела Елемановна Байедилова болды. Дистанционного обучения в нашей школе кружковые занятия тоже проходили дистанционно. Всего в нашей школе 14 кружков, 9 кружков спортивного характера и 5 кружков, предназначенных для творческого и технического развития детей. Педагоги при проведении дистанционных занятий давали задания детям с учетом возрастных особенностей и календарно-тематического планирования. 2019-2020 оқу жылының 4-ші тоқсанында қашықтықтан оқыту барысында жүйелі жұмыс жүргізуге атсалысқан ұстаздар қауымына, оқушылардың білім тәрбие алуына Жағдай жасаған ата-аналарға, жауапкершілікпен үздіксіз білім алған оқушыларға алғыс айтамыз.